Захириддин Мұхаммед Бабыр. Захириддин Мұхаммед Бабыр 1483 жылы 14 ақпанда Әндіжанда дүниеге келген. 1526 жылы Үндістанда орталықтанған Бабурилер мемлекетіне негіз қалаған. Жастайынан ақ жүрек жұтқандығы және батылдығы үшін оған Бабыр жолбарыс деген бүркеншік ат берілген. Әкесі Ақсида қайғылы қаза табуына байланысты жанұяның тұңғыш перзенті 12 жасар Бабыр билеуші ретінде таққа отырады. Бабырдың әкесі Умар Шайх мырза Ферғана уалаятының әкімі, ал анасы Құтлық Нигар ханым Моғолстанның ханы және Ташкент әкімі Жүніс ханның қызы болатын. Бабыр 1526 жылы көкек айында Панипатта негізгі қарсыласы Дели сұлтаны Ибрахим Лодидің 100 000 адамдық қосынын өзінің 12 000 адамдық әскерімен тас-талқан етеді де Дели қаласын иелейді. Арадан көп уақыт өтпей, екінші ірі үнді қолбасшысы Рано Сангоны да жеңіп, солтүстік Үндістанның Бенгалияға дейінгі бөлігін өзіне мойынсұндырады. Бабыр мырзаның Бабырнама шығармасы әлемнің 31 тіліне аударылған. Бабыр Ауғанстанда Боғи Шахроро, Боғи Жахоноро, Ортабақ, Боғи Вафо және Боғи Бабур секілді демалыс орындарын ұйымдастырған. Бабыршах негізін қалаған Бабурилер династиясы Үндістанда 3,5 ғасырға жуық уақыт бойы билік құрды. Бабырдың кенже қызы Гүлбадан бегімнің Хумаюннама атты шығармасында өз заманының тарихына қатысты маңызды материалдар, сондай-ақ шах әрі ақын әкесінің естеліктері көрініс тапқан. Захириддин Мұхаммед Бабыр 1530 жылғы 26 желтоқсан күні 47 жасында Агра қаласында қайтыс болып, сол жерге жерленді. Бертін келе оның өсиеті бойынша Қабылдағы өзі бас көз болған Бабыр бағына көшірілген.